Осыдан бір жылдай бұрын жұмыста басшым түрікше бір видео жіберіп, аудара аласың ба деп еді. Видеода Түркияда таратылатын «Жаңа күнге сәлем» атты бағдарламаның кезекті бір шығарылымының 7 минуттық үзіндісі екен. Бұл бағдарламаға әр саланың мамандары шақырылып, олар көрермендерге күнделікті тұрмысқа, отбасына, жұмысқа қажетті пайдалы кеңестер ұсынатын. Ал әлгі үзіндіде түрік жазушысы қонақта болғаны көрсетіліпті. Журналист қыз жазушыдан «Қара шалбар» хикаясын айтып беруіне қолқа салудан басталады. Осы оқиғаны ыстық ықыласпен еске алатын Алишан былай деп хикаясын көп ойланбастан бастап кетеді. Менің балалық шағым жоқшылықпен тұспа-тұс келді. Дүниенің қат заманы еді. Ата-анамыз қалағанымызды алып бере алмайтын. Шалбар сұрасам жоқ, ойыншық сұрасам өзің жасап ал деп қайтарып жіберетін. Саз балшықты ермек қылып, әкемнің костюмінің қалтасының ішкі жағын қиып алып, жүн толтырып, доп жасап алатынмын. Әпкем де қолшақтарын өзі жасап алатын. Жоқшылық бізге әр нәрсенің құнын білуді үйретті. Қазіргі балалар бақытты ғой. Бір күні әкем сендерге шалбар алып келейін деп базарға кетті. Үш бауыр жүзіміз бал-бұл жайнап, арманда отырмыз. Енді міне біз де Мұхтардың баласындай шалбар киетін боламыз деп қуандық. Мен бастауышта 3-ші сыныпта оқимын. Менен кейінгі інім 1-ші сыныпқа баратын. Кішкентай інім Рафет 6 жаста еді. Мектепке әлі бармайтын. Жарық жоқ, телевизор жоқ, әлемде не болып жатқанына хабарымыз жоқ еді. Анам әжемнің гүлді киімдерінен бізге шалбар тігіп берген болатын. Ал енді біз де арнайы тігілген шалбар киетін боламыз. Біз үшін бұл қандай бақыт болды десеңізші. Әкем аяқ киім ала ма екен деп сұрады кішінім үміттеніп. Қара резеңке туфли алар деп топшылап, өзара үлкен үмітпен күттік әкемізді. Міне автобуста көрінді, бұрқырап шаң шықты. Біз жарыса үшеуміз далаға жүгіріп шығып, әкемді күтіп алдық. Апыр-топыр пакеттерді ашып, бізге не әкелді екен деп тағатсызданып барамыз. Әкем менен кейінгі інім екеумізге бірдей қара шалбар, ақ жағалы қара жейде және бір қара туфли алып келіпті. Біздің қуанышымызда шек жоқ, асығып киіп көріп жатырмыз. Бізбен бірге күтіп жүрген кіші інім пакеттерді былай да ақтарды, былай да қарады, бірақ өзіне арналған киім таба алмады. Әкем болса әлі сабақ оқымайтын Рафеттің де дәметіп қалатынын ескермесе керек. Әке, мен де күтіп едім деп ол жасын тия алмай жүгіріп бөлмеден шығып кетті. Әкемнің көздерінен еріксіз жас тамшылап қоя берді. Кешкі аста әдетте шулап тамақтанатын біз сол күні үн шығара алмай отырдық. Жалғыз інімнің қыстығып жылаған дауысы естіледі. Ертесі күні сабаққа мақтанышпен жаңа қара шалбарымды, ақ жейдемді киіп бардым. Сабақтан келгенде Рафет, қалай саған құйып қойғандай жарасып тұр, маған да жарасатын шығар, бір рет киіп көрейінші деп өтініп сұрады. Жоқ, кір қыласың деп бермедім. Екінші күні тағы жалынды, бермедім. Үшінші күні де, төртінші күні. Ағама жарасқан киім маған да жарасатын шығар деп Рафет тағы бастады. Ұзын болады деймін салғырт дауыспен. Етегін қайырып қоямын, кір қыласың. Кілемнің үстінде киіп көрем деп ол да қайтпады. Жарайды, ертең сабақтан келгенде 5 минут киесің де кір қылмай таза қылып қойып қоясың, дедім. Жарайды, ертең сабақтан келгенде 5 минут киесің де кір қылмай таза қылып қойып қоясың, дедім. Түнде төсекте жатқанда да мені түртіп, ертең жаңа шалбар киіп көремін, ұйықтай алмай жатырмын, деді қоймай. Таңертең Рафет ерте оянып алды. Бүгін ертерек келуімді сұрап, есіктің алдында күтетінін айтты. Сабаққа келдім. Үшінші сабақта есік ашылып, оқытушы кіріп келіп, мұғалімге бірдеңе айтты. Мұғалімнің өңі бозарып кетті. Сосын маған қарап, Алишан, сен үйіңе бара ғой, әкең күтіп отыр, деді. Ішімнен Рафет әдейі мені ертерек шақыртып алып тұр ғой деп ойлап, қулығын қарай көр деп келемін. Баламын ғой, қайдан білейін. Көше бойы бәрі біздің үйге бара жатыр екен. Түсінбедім. Есіктің алдында күтем деген інім жоқ. Аулаға кірдім. Бүкіл ауыл тұрғындары біздің үйде жиналған тәрізді. Рафетімді қайтарыңдар, құлыншағымды беріңдер маған деп жылаған анамның дауысы шықты. Жаңадан трактор алған бір ағатай біздің үйдің алдынан өтіп бара жатып, есік алдында отырған інімді көрмей басып кетіпті. Ініме қара шалбар кидіремін деген күні інім сөйтіп көз жұмды.
Інімнің денесі жуылып болғаннан кейін әкем ұлын қолына алып: «Рафетім, мен сені мазарға емес, базарға апарайын, қане тұра қойшы, құлыным, кеттік» деп бауырына басып еңкілдеп жылады. Әкем ата-анасының махаббатын көрмей өскендіктен бе, бізге де махаббатын бере алмаған еді. Әкем інім естігісі келген сөздерді ести алмайтын уақытта кешігіп айтты: «Өтінемін, балаларыңызға махаббаттарыңызды беріп, көңіл бөліп, жақсы көретіндеріңізді жиірек айтсаңыздар деймін» деген өтінішпен аяқтады әңгімесін Алишан. Сондай әсермен жеткізген жазушының бұл хикаясы отырғандардың көзіне жас келтірді. Оқиға маған да әсер етті. Осыдан кейін жақындарымды ренжітіп, немесе байқамай ауыр сөйлеп қойсам, осы оқиға есіме түсіп, дереу татуласып, көңілдеріне тимеуге тырысатын болдым.